Биылғы жылы ұлы ақын, педагог, ағартушы Мағжан Жұмабаевтың 130 жылдығын тойланып отыр. Осыған орай Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясы және Солтүстік Қазақстан облысы білім басқармасының бірігуімен Мағжан Жұмабаев ғасырлар тоғысы тақырыбында халықаралық ғылыми-практикалық конференцияны өткізді. Конференция аясында 5 секция жұмысын атқарған болатын. Ғылыми-практикалық конференцияның пленарлық отырысында елімізде Мағжан танушы, Мағжанды зерттеп жүрген ғалымдар, профессорлар, докторлар өздерінің ойларымен бөлісті. Конференцияға Омбы қаласынан келіп тұрмын. Мағжан Жұмабаевтың өмірі Омбымен өте тығыз байланысты. Мұғалімдік семинариясында оқып шықты және педагогикалық жолы сол Омбыдан басталды. Әртүрлі мектептерде, институттарда Мағжанға арналған конференциялар, конкурстар өтіп жатыр. Бұл күндері Мағжан Жұмабаев туралы көптеген игі істер жүріп жатыр. Солардың бірі мынау мінекей әдістемелік орталықта жақсы конференция өтті. Жастарды, оқушыларды осы Мағжан рухында тәрбиелеу, қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу басты нысан болу керек.